Сәлеметсіздер ме, балалар? Ертегі әлеміне саяхат жасағыларыңыз келе ме? Онда менің сиқырлы сандығымның көмегі қажет. Сәлемет па, сиқырлы сандығым? Рахмет саған, сандығым. Ертеде Алма. Қоңыр күз мезгіледі. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп, қарқ дейді. Оны көрген қоян, қарға, маған алманы үзіп алып берші дейді. Қарға ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармап ұстай алмай жерге түсіріп алады. Рахмет саған, қарға, деді де, қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып, қозғалып, жүгіре жөнелді. Бұл қалай? Қорқып кеткен қоян ағаш алмасының түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп, кірпі, тоқта деп айғайлады. Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? Кірпі кідірместен, бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым дейді. Қоян да қояр емес. Алмамды қайтарып бер, оны тауып алған мен дейді. Таласып жатқан қоян мен кірпіге қарға қосылады. Босқа таласпаңдар, алма менікі. Мен өзім оны үзіп алғанмын дейді. Олар бір-бірімен түсінісе алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман іші айғайдан у-шу болып кетеді. Осы кезде Қорбаңбай аю келіп қалады. Бұл не айғай-шу? Мазамды алдыңдар ғой, дейді. Бәрі оған жақындап, сен аю, ормандағы біздің ең үлкен әрі ең ақылдымызсың. Сондықтан бізге алманы кімдік екенін айтып берші, дейді. Аю сәл ойланып сұрайды. Алманы кім тапты, дейді. Мен, дейді қоян. Ал алманы кім үзіп алды, дейді. Мен, деп қарқ етеді қарға. Жақсы, кім оны ұстап алды, дейді. Мен ұстап алдым, дейді кірпі. Мінекей, бәріңге дұрыс айтасыңдар. Өйткені әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер. Алма бәріңдікі, дейді. Мұнда бір ғана алма ғой, дейді кірпі. Қоян қарға да түк түсінбейді. Бұл алманы теңдей бөліңдер. Әрқайсың бір-бір бөлігінен алыңдар, дейді аю. Мұны естіп бәрі қуанып кетті. Бағанадан бері біз бекерден бекерге таласқан екенбіз ғой деп, кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, бұл саған қоян, сен алманы бірінші көрдің, дейді. Екінші бөлігін қарғаға беріп, бұл саған қарға, сен алманы үзіп алдың, дейді. Үшінші бөлігін кірпі аузына салып, бұл маған, өйткені алманы ұстап алған мен, дейді. Кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп, бұл саған аю, дейді. Маған не үшін деп таңғалады аю. Сен бізге ақыл айтып татуластырдың, дейді ол риза кейіппен. Әрқайсысы
өзіне берілген алманың бөлігін жеп, риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей, дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген дана сөз осыдан қалған екен. Бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Келесі ертек әлемінде жолыққанша аман болыңыздар, балапандарым. Рахмет саған, сиқырлы сандықша.